Менің атым Бақытжан Тәрегожина. Мен құқық қорғаушымын. Бүгін мен сіздерге соңғы 5 айда әріптестермен бірге жасаған өте маңызды жұмыс туралы айтқым келеді. Құқық қорғау адамдар тұратын жерде, олардың құқықтары күн сайын бұзылатын жерде және қолдау аса қажет аймақтарда болуы керек екенін бәріміз жақсы түсінеміз. 2025 жылдың 1 тамызынан бастап Ұлыбритания үкіметінің қаржылық қолдауымен біз Қазақстанның өңірлеріне арналған жобаны бастадық. Жоба төменнен жоғары адам құқықтарын қорғауды үйрену деп аталады. Жобаға қатысу үшін 143 адам өтініш берді. Оқу 5 ай бойы өтті. Соңғы кезіне 48 қатысушы жетті. Сертификат алу үшін 30 вебинардың кемінде 25-іне қатысу міндетті болды. Алматыда өтетін 3 күндік семинарға 20 адам шақырылды. Жаңақала, Семей, Тараз, Екібастұз, Шымкент, Орал, Алатау, Кентау, Каменск-Урал, Қандыағаш, Өскемен, Мичурино, Байет, Береке, Петропавл, Алматы және Астанадан адамдар қатысты. Көрініс, география өте кең. Оқытудың бірінші бағыты адвокация болды. Бұл бағытты мен өзім жүргіздім. Бұл төменгі деңгейдегі адвокация. Оны қалай жүргізу керек? Стейкхолдер деген кім және питчинг дегені туралы айттым. Екінші бағыт мемлекеттік органдармен жұмыс істеуге арналды. Бұл бағытты Шалипа Беккулова өткізді. Ол етікімен жұмыс істеуді, өтініш арқылы арыз жазуды үйретті. Визуализацияға ерекше көңіл бөлінді. Плакат жасау, видео түсіру, инфографика, мәтін жазу және оны әлеуметтік желілер мен пабликтерге тарату, осының бәрін қатысушыларға Ақтамақ Көптілеуова мен Ғалия Әженова үйретті. Сот процестерін бақылау және мониторинг жасау бойынша вебинарларды Сүйіндік Алдабергенов өткізді. Ол сотта адам құқықтары бұзылса, қалай жазып, тергеу керек түсіндірді. 5-ші бағыт әкімшілік рәсімдік процестік кодекс аясында сотқа талап арыз беру тақырыбына арналды. Зоя Абильдина мен Маржан Аспандиярова сотқа қалай жүгіну керектігін толық түсіндірді. Біз Еленаға Көкшетаудағы азаптау ісі бойынша сотты бақылағаны үшін алғыс айтамыз. Гүлімге үлкен рахмет. Ол адам құқықтарын көрсету бойынша стажировкадан өтті. Плакаттар мен видеоматериалдарды дайындады. Семей қаласынан Дариғаға жеке сот орындаушыларымен жұмыс істеуді үйренгені үшін алғыс білдіреміз. Бізге қолдау көрсеткені үшін Вадим Барейко мен Лукман Ахмадияровқа рахмет айтамыз. Нақты нәтижелер де бар. Елена қала зиратындағы қоқыс мәселесін көтеріп, жарияланғаннан кейін келесі күні ақ қоқыс жиналды. Алия жылыту мәселесін көтерді. Бұл проблемада шешімін тапты. Айжан қазақ тіліндегі маңдайшылар мен баға белгілерінің жоқ екенін айтты. Бұл ескертуде назарға алынды. Өнерлерді адам құқығын қолға оңай жұмыс емес. Бұл көп уақыт пен сабырды талап етеді. Біздің заңгерлер Батыс Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында адам құқықтарын қалпына келтіру бойынша сотқа азаматтық талап арыздар берді. Қатысушылар көтерген көптеген мәселелер әлі де қаралып жатыр. Қандай проблемаларды көтерген көрсеткіміз келеді.
Осындай маңызды жобаны Ұлыбритания елшігінің қолдауының арқасында қысқа уақыт ішінде жүзеге асыра алдық. Ал ең бастысы қатысушыларымыздың сенімі, ынтасы және өз өнерлерінде адам құқықтарын қорғауға дайын болуы. Біз қоштаспаймыз. Алдағы уақытта да бірге жұмыс істеп, Қазақстанда адам құқықтарын қорғауды жалғастырамыз деп сенеміз.